Қайырлы кеш көрермен. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін эфир әсерлі, қызықты өтті, мереке болғасын. Қонақта бұрынғы қатысушылар келіп қалған. Соның ішінде халықтың сүйікті жұбы ол Шерхан мен Ақбота. Екеуі қосылды деп ойлап қалғаным болды, бірақ тоқетерін бүгін айтқан болатын. Шерхан мен Ақбота бір әнмен жеткізген болатын, екеуі өлең айтып. Шерханның айтқаны, мен ең бірінші Ақботаға алғыс айтамын. Себебі шекесі торсықтай ұл дүниеге әкеліп берді. Ұрпағымды жалғаушы, жігер деген ұлым бар. Онымен қатты мақтанам, Ботаға рахмет айтамын. Себебі бұл қыз қуаныш, бақыт сыйлады деп айталамын. Ақбота оқасы жоқ деп күліп жауап берді. Көп сөйлегенше бір әнмен түсінікті болды деп ойлаймын. Әнмен тоқ етері, түсінген адам түсінді деп қысқаша жауап берді. Өлең болса осылай. Болмайды, сені ешкімге бере алмаймын. Бөгде жанға қимаймын. Қызғаншақ. Иә, сондаймын. Жылуы жоқ суық көздер. Құны кеткен жеңіл сөздер. Сені қатты сүйгенімнен бәріне де төзгем. Жетер енді болды шаршадым. Жалғыздықты жаным аңсады. Тоқтатайық енді екеуміз, қиын болса да қоштасу керек дейді. Алда қалай болатынын көрерміз. Екеуіне де бақыт тілейміз. Бауыржан мырза жақсы айтты. Екеуіңізге жар табылады. Балдарыңызға толықтай жанұя керек. Балдарыңыз толыққанды жанұяда өссін. Bir болыңыздар.